Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 10-ші күніне ас мәзіріне мампар дайындайтын боламыз. Қазанымызға майымызды құйып аламыз. Майымыз қызыған соң етімізді салып, сақтап туралған, оны да қуырамыз. Мен тұз салған жоқпын, өйткені біздің етте тұзы бар. Жақсылап мен өзім тұздағанмын. Етіміз қызарғаннан соң бір пиязымызды, екі пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырамыз. Пиязымыз міне қызарып шықты. Енді үстіне 2 тіс чесногымызды саламыз. Үстіне ұсақтап туралған сәбізімізді саламыз. Бір дана сәбіз. Оны да қуырамыз. Енді үстіне қызанағымызды саламыз. Оны да қуырамыз. Тағы үстіне қызыл бұрыш, көк бұрыш қоссаңыздар болады. Менде үйде қызанақ қана бар екен, соны салдым. Енді бір картоп, оны да кубиктеп турап, оны да қуырамыз. Енді үстіне бір қасық томатымызды салып, 1-2 минут қуырып, одан соң үстіне суымызды құямыз. Ал міне қайнап шықты суы. Енді үстіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Ал енді қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқамызды салып аламыз. Оған тұзымызды саламыз. 30 грамм суымызды құйып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын. Енді бұны 20 минутқа тындыратын боламыз. Ал сорпамыз қайнап жатыр. Енді бір жапырақ лавровый лист саламыз. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды қатты жұқа етіп жаймаймыз. Ал міне қамырымыз дайын. Енді бұны әркім өз қалауынша 4 бұрыштап турасаңыздар болады. Мен дәл осылай турап шыққым келді. Дәл осылай видеодағыдай етіп турап аласыздар. Менікі кішкене үлкенде болды. Ал міне қамырымыздың бәрі дайын болды. Енді сорпамызға салатын боламыз. Міне сорпамызға салдық. Енді қайнап шыққаннан кейін баяу отта пісіреміз. Ал міне қайнап шықты. Жай отта қайнататын боламыз. Арадан уақыт өтті. Міне біздің мампар тамағымыз дайын болды. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ауыз ашарға таптырмас жеңіл тағам. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.